Ауыл неге жабылатынын білесің бе сен? Мектеп жоқ, Міне, қап жоқ. қараңыз. Дәл қазіргі уақытта біздің солтүстік Қазақстан облысында бірнеше ауылдар бар, мектептерінде 9-10 бала оқиды. Мгм. Енді білім министрлігінің жаңағы көзқарасы бойынша және оның жаңағы өлшемдері бойынша, мысалы, өзіңіз ойлап көріңіз, 9-10 балаға кем дегенде 10 қызметкер керек. Яғни мектеп директоры бар, завучы бар, тағы бірден дене шынықтыру мұғалімі, физика мұғалімі, анау және тіпті мектептің качагарымен, аула сыпырушысымен, күзетшісіне дейін. Дәл қазіргі уақытта негізі білім министрлігінің жаңағы өлшемдеріне сәйкес жаңағындай нені ұстау, мектепті 10 баласы бар мектепті ұстау, ол үлкен шығын. Сол себепті бір ғана приказбен ол мектепті жабады дәл қазіргі уақытта. Енді мен не айтқым келіп отыр? Бұл мәселені шешуге болады. Жалпы негізі осы уақытқа дейін мына Әнуар мырза білет, осы солтүстікке көш мәселесінің арқасында бірнеше ауылдар құтқарылып қалды жалпы. Жабылайын деп тұрған, жабылу алдында тұрған құтқарылып қалды. Тіпті қазір кейбір, мына бір біздің Петропавлдың жанындағы Подгорный ауылы негізі осыдан біраз уақыт бұрын жабылайын деп тұрған ауыл болған. Нақты. Осы бір Арыстың 43-44 семьясы көшіп келіп, сол Подгорныйдың кәдімгідей жабылайын деп тұрған жердің астан кестегін шығарып, қазір қайтадан тірілтіп, енді қазір жаңадан мектеп салып беріңдер деп жатыр. Мысалы, деймін де, негізі бұл нәрсені жасауға болады.